Сәлем баршаға. Бүгін мынандай ажурлы блинчиктер, яғни құймақтар пісіретін боламыз. Ол үшін ең алдымен жұмыртқаға шым-шым тұз және қантты салып араластырамыз. Венчикпен немесе миксермен араластырсаңыз болады. Жақсылап қанты мен тұзы ерігенше араластырамыз. Көпіртіп немесе массасын үлкейтудің қажеті жоқ, тек қана қанты жақсылап ерісе болды. Жақсылап араластырған жұмыртқамызға ұнның тура жартысын салып тағы да араластырамыз. Ешқандай іртік ұнның бөлшектері болмау керек. Мұқият араластырыңыз. Енді сүтімізді құямыз, сүттің барлығын құямыз да жақсылап араластырып, қалған ұнымызды осының үстінен салып араластырамыз. Не үшін бұлай бөліп араластырдық? Егер сүттің бәрін құйып, сосын ұнды салатын болсақ, бізде іртіктер болып қалуы мүмкін. Сондықтан да осылай бөліп араластырамыз және бір қасық өсімдік майын құямыз. Араластыруды тоқтатпай тұрып, қайнаған ыстық суымызды құямыз. Егер оны тоқтатып қойып құятын болсаңыз, жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, табаны отқа қойып, май жағып алыңыз. Кішкене өсімдік майын жағып алсаңыз жетеді. Және құймағымызды керекті мөлшерде осы табаға жайып, отқа қоямыз, орташа отқа қоямыз. Бетінде мынандай тесікшелер пайда болып, және жан жағы қызара бастаған кезде құймағымыздың екінші жағын аударамыз. Осы тәсілде барлық құймағымызды пісіріп аламыз. Міне, қандай әдемі құймақтар шықты. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.